Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. Яғни біз бүгін 24-ші беттен бастайтын боламыз. Бізде бірінші сұрақта, яғни көрсетіліп қойған суреттер, арнайы суреттер. Оның бір бұрышында әріптері белгіленіп қойған. Біз сол әріпке қарап, мына жерде ағылшын, сол суреттегі ағылшын аудармалары тұр ағылшын тіліндегі. Енді осы қасындағы шетте тұрған әріпі бойынша орнына қойып шығуымыз керек. Бізде екіде болады театр, бізде ол Д. Бізде үште болады swimming pool, яғни Б. Төртте болады бізде F. Бесте болады бізде А. Торговый дом. Алтыда бізде кафе. Че болады? Сыда бізде музей. Осы суреттерге қарап біз жазып шықтық, яғни келесі біз тапсырмаға көшетін боламыз. Және біз 16-шы жаттығуға көшетін боламыз. Where are they, read and write. Бізде 6 сөйлем бар. Сол сөйлемге біз мән-мағынасына қарай сөйлемдерін қоятын боламыз. Don't touch them, қанат, just look. Қанат оларға тиіспе, жай ғана қарай. Бізде болады at the museum, өйткені ол музейдің ішінде жүр, және заттарды тиісуге болмайды. Сол сияқты мына қасындағы тұрған сөйлемдерге мән-мағынасына қарай сөйлемдерін қойып шығуымыз керек. Біз екіде қоямыз. Where can we find absence near base of books? Can you show up, please? Бұл жерде біз кітапханада жүргенін сөйлемнің мағынасына қарай білдік, яғни болады at the library. Бізде үште болады at the shopping center. Төртте болады бізде at the funfair. Және де бізде бесте болады at the cafe. Алтыда болады бізде at the theater. Бүгінгі біздің тақырыбымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Қысқаша нұсқаша, әрине ары қарай оқып аласыздар. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.